Бәріңізге ассалаумағалейкум. Азулы ақштың жаңа сайланған президенті Жәкең бірден іске кірісті. Қателеспеппін. Байден орынтағына отыра сала екі білегін түре, Джозеф Байден алғашқы күндерден-ақ шалағай Трамптың шикі заңдарын кері қайтарды. Путинге звондады, қоңыраулатып оны біраз сілкіді. Екеуінің әңгімелескен темалары мынандай: Америкаға жасалған кибератаканың артында тұрған сендер ғой. Ауғанстандағы ақш әскерилерінің басы үшін Ресей сыйақы тағайындады ма? Навальный неге уланды? Тағы басқа. Путиннің бұндай әңгімеден соң біраз теріліп тепшіп, жүзі қабырып кеткен шығар. Өзіне өзі келіп көңілін басу үшін сейілдеп шығып, ядролық зымырандарының шаңын сүртіп қойды ма, кім білсін. Жалғыз алданышы сол ғой. Сіздер қалайсыздар ма, қаламайсыздар ма, ол өз еріктеріңіз. Бірақ ақиқат біреу. ақш бүгінде халықаралық ең күшті держава. Әскери, экономикалық, ғылыми тағы басқа көптеген салаларда әзірше оған тең келер ел жоқ. Оны мойындамасаңыз басқа планетаға көшіңіз. Қазір сарапшылар арасында құдіретті ақш қайта оралды деген сөз шығып жатыр. Ол рас. Күллі жаһан бойынша ол құбылыс сезіліп жатыр. Ал Американы ұлы держава қыламын деген популист Трамптың тұсында осы ақштың қай тесікке түсіп кеткенін бір Құдай білсін. ақштың Қытайға қарсы геосаяси әрекеті сонау өткен ғасырдың 50 жылдарынан басталады. Американдықтар сол заманнан бері Тынық мұхитта Қытайға қарсы әскери қамал тұрғызып тастады. Жалпы Американың Қытайдың күншығысында орналасқан әскери күшімен инопланетяндармен соғысуға болады. Тынық мұхит жағалауындағы елдердің аумағында ақштың әскери базасы жоқ ел жоқ десек те болады. Ол жерде бәрі Американың одақтасы. ақштың жаһанда 50-ден аса әскери одақтасы бар екен. Егер сол одақтастардың біріне Қытайдан әскери қауіп төнсе, неше минутта қай ел іске кіріседі, неше секундта қай одақтас қай соғысқа араласады. Оның бәрі бұл елдердің арасындағы өзара келісімшарттарда жазылып тұр. Ал ақштың ондағы әскери құдіреті тіпті сұмдық. Заманауи авианосецтерінің 2-3-еуі тұр. ақшта оның 12-сі бар. Бұндай жағдайда жүзіп келіп Қытайдың күншығысын бомбылап, жапырып өте алады екен. Қытайда ондай әскери күш жоқ әзірше. Бір сөзбен айтса, Қытайдың шығысы тұтас темір қамал. Яғни ақш Қытайға қарсы өз саясатын 70 жыл бұрын есептеп шығып, оны батыл құрып келе жатыр. Ол енді американдық қайраткер президенттердің ортақ еңбегі. Енді мынау шикөкпе Трамп келіп соңғы кезде күшейіп тұрған Қытайды түртпектеп бір мезетте санкция салып, сол сәтте өзі бір аяғымен бұлтақтап Қытайда тұрған Гонконгты жұлып алмақшы болып шатылды. Оның нәтижесі кері әсер беріп сұмдық болды. Осы жерде мысал үшін мынаны айтайық. Батыстың Ресейге санкция салғанына биыл 7 жыл болыпты. Енді бір 7 жылдан соң батыс елдері Ресей аймақтарының азаттығы туралы әңгіме көтерсе болады екен. Бұл сондай ұзақ мерзімге арналған саясат еді негізі. Соны саудагер Трамп өзінің 4 жыл мерзімді істемекші болып, күшейіп тұрған Қытайға соқтығып, Гонконгтан айырылып былықтырды. Қысқасы, Трамптың қателері жетеді. Соны Байден дереу жөндеп жатыр. Жалпы Байденнің Ресейге қарсы ұстанымы әлемдегі диктаторлар басқарған мешеу елдерге қатысты саясаты да қатаң болады деп жобаланады. Байден нағыз американдық адуынды президент болса, өзі идеялық демократ болса, ол басқа не істеуші еді? Ол диктаторларды қуырады. Сондықтан әлемдегі өз елдерін жеке меншіктеп алған диктаторлардың көздері қазір алақ-жұлақ етіп, оларға жөндеп бас батпай жүргендей деп жазады. Әлеуметтік желіде журналист-блогер Олжас Әбіл: осы орысың да, Қытайың да, шүріштің де бәрі бізге ақыл айтқыш. Елдестермен елшіден жауластырмақ жаушыдан дейді атам қазақ. Былтыр Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чжан Сяо да біраз сын айтқан. Биыл бұл дәстүрді Ресейдің Қазақстандағы елшісі Бородавкин жалғастырды. 2-3 күн бұрын Ресейдің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Алексей Бородавкин бір сұхбатында Қазақстандағы тіл мәселесіне барынша назар аударды. Елшіге кейінгі кезде қазақ ұлтжанлылардың ұлттық жаңғыруға қатысты ойлары мен пікірлері ұнамай жүрсе керек. Бұлай деп сандырақтапты: кез келген қазақстандық үшін орыс тілін білу артықшылық, бұл игіліктен бас тарту ақылға сыймайтын нәрсе. Ал еуразиялық интеграциялық процестер мемлекетаралық қарым-қатынас тілі ретінде орыс тілінің позициясын нығайтуды көздейді. Қазақстандықтар ТМД кеңістігінде басқаларға қарағанда орыс тілін жақсы меңгерген, жақсы сөйлейді, сауатты жазады. Қазақстандықтар мұндай артықшылықтан бас тартпау керек. Керісінше, орыс тілін меңгеру және оны нығайтуға күш салып, балаларын терең үйреткен жөн. Біз оқытушыларды жіберіп, орта мектептер үшін мұғалімдерді көбірек даярлау арқылы оқу әдістемелік материалдарды шығара отырып, жағдайды түзеуге тырысамыз дейді. Бүгінгі саяси жағдай осы. Ол біздің балаларымызды орыс тілінде оқытқысы келеді.
Біздің парламентке барған бір қатар ұлтжанлылардың осы уақытқа дейін орысша жазып келген заңдарды мемлекеттік тілді жазуға қатысты талабы да орыс елшісіне ұнамаса керек. Әлеуметтік желідегі мемлекеттік тілге қатысты еркін, азат ойлары да елшінің жанына жағып жатқан жоқ. Елшілер біздің елде отырып неге еркінси береді? Ол ғана емес, 2016 жылы Қытайдың Қазақстандағы төтенше жағдай өкілетті елшісі Чжан Ханьхой да қазақ билігіне мінез көрсетіп, қызметі аяқталған соң еліне кеткен. Қазақстан билігі кіммен бетпе-бет келіп отырғандарын біле ме? Қытай сіздердің көршілеріңіз, ол ешқашан қазақтар мен Қазақстанның мүдделеріне қол сұқпады. Және осы ұлттың, осы халықтың гүлденіп тұрған шағында да шабуыл жасамаған. Қытай Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі. Ол стратегиялық әріптес, қазір өте маңызды деген сөзді қоса айтып жүрміз. Ал сіздер виза рәсімдеу мәселесінде қорлайтын әдістерге жүгініп отырсыздар деген Қытай елшісіне біздің билік мұның не деп жауап та қатпаған. Халықаралық жағдайды шиеленістіріп аламыз деп қорықты ма? Қазақстанның сыртқы істер министрлігі сол кезде де үнсіз қалған. Қазақ билігіне қыр көрсетуді ол Қытайдан кейін елімізге елші болып келген қытайлық Джан Сяо да жалғастырды. Ол Қытай мәселесіне қатысты наразылық білдіріп көшеге шыққан қазақстандықтардың әрекетін тіпті құптамайтынын айтқан. Наразылық білдірушілердің артында Қытайға және біздің екі жақты қарым-қатынасымыздың дамуына селкеу түсіруді мақсат ететін қандай да бір күштер тұр. Солар араға от салу үшін жергілікті халықтың көңілін күйін бұзып, наразылыққа итермелеуде. Бар осы, басқа түк емес. Олардың бұл әрекетінен түк шықпайды деді. Кеше Қытай, бүгін Ресей елшісі осылай деді. Ал мұндай жағдай қашанғы жалғаса береді? Тәуелсіз елдің айтар айбары болу керек қой. Ешкім егемен елдің ішкі ісіне араласпауы қажет. Ал елшісі осылай десе, президент не демейді? Путин де кезінде Қазақстан деген мемлекет болмаған деп намысқа тиген. Кінәнің бәрі өзімізден. Осылай деп айтуға мүмкіндік береміз. Тарихымыздың тың тереңінде ондаған ғасырлардан ары жатқанын дәлелдеп айтып бере алмаймыз. Бас ауыртқымыз келмейді. Қазақстанның тәуелсіздігі 1991 жылдан басталады деген жағымпаз жаңдай шаптардың кесірінен осылай бізге ақыл айтқыш елші сымақтар мен ресейлік арандатушылар көбейіп кетті. Мемлекетіміз мығым болсын десек, елдігімізді нығайтуымыз керек. Елімізде отырып еркінсіген елшілерге тоқтау салатын биліктегі тұлғалар қайда? Басқа мәселе жоқ, тек намысымыз келгесін айтамыз депті Еркін Қалдан мырза. Құрметті көрермен, өзге елдің елшілерінің осындай былшылдарына төзіп, ел аралық ынтымақтастық сақтағанымыз тиімді ме? Өз ойларыңызды пікір алаңына жаза кетіңіздер. Сіз үшін білген дұрыс.